Өскелең жас ұрпақтың бойында патриоттық, білім мен өзін-өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік, отан тарихына, тәуелсіз Қазақстанның бүгіні мен болашағына деген жауапкершілікті қалыптастыру. Жас ұлан ұйымының белсенді мүшелерінің жеткен жетістіктері. Жас ұлан азаматтық борышын білу, ана тілін құрметтейтін, мейірімді, еңбекқор, білімге құштар, коммуникативті қабілеті бар, өмірлік ұстанымы бар, белсенді, рухани бай, өзіне талап қоятын, өз ісіне жауапты. Оқушылардың қоғамдық, әлеуметтік, танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Мектеп оқушыларының әлеуметтік тәжірибелерін байыту және дамыту. Әлеуметтік танымдық бастамаларды жүзеге асыру. Мектептің тәрбиелік әлеуетін жүзеге асыру. Жас ұлан ұйымының құрылымы. Тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, тәлімгер, ұлан басы орынбасары, жас қыран 1 және 4 сыныптар, жас ұлан 5 және 11 сыныптар. Жас ұлан ұйымының 7 бағыты бойынша өткізілген іс-шараларға атсалысқан жас ұлан, жас қыран ұйымының белсенді мүшелері. Зерде танымдық бағыты бойынша асыл мұра мониторинг республикалық байқауында 3 дәрежелі дипломмен және ақшалай марапатпен 8 Ә сынып оқушысы Асылбекова Арайлым марапатталды. Руханият, адамгершілік, адалдық бағыты бойынша отбасым, бақыт мекенім суреттер байқауы. Көңілді қыз, балалар суреттер байқауы. Дарынды әлем ұлттық аспапта күй орындаудан аудандық онлайн байқау. Отан, патриоттық бағыты бойынша қартын сыйлаған елдің қазынасы мол атты қайырымдылық іс-шара. Жүрегім толы мейірім атты тақырыбындағы челлендж. Жас ұлан 10 жасқа қадам басты атты облыстық челлендж. Салауатты өмір салты бағыты бойынша нашақорлық оқушы көзімен тақырыбындағы сурет байқауы. Еңбек сүйгіштік, іскерлік бағыты бойынша эко қалқан акциясы. Эко әлем экологиялық бағыты бойынша үйсіз жануарларды бірге қорғайық атты акциясы. 7 жарғы құқықтық бағыты бойынша абайлаңыз балалар акциясы. Кемелді келешекке кемеңгер елбасымен аудандық форум. Жас ұлан ұйымының мүшелерін қатарын толықтыру. Қоғамдық іс-шарадағы менің үлесім.